Зат мөлшерін табу үшін, яғни масса бөлінген мде ол мрге тең. Осылай бізде берілген 20 граммды бөлеміз осының мріне, яғни натрий OH-тың. Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай есеп шығаратын боламыз. Яғни есептің берілгені мынадай. Массасы 20 грамм натрий сілтісіне көмір қышқыл газын жібергенде түзілген тұздың массасы қанша? Осы алынған тұзға тұз қышқылмен әсер еткенде қанша грамм натрий хлориді және қанша көлем қалыпты жағдайда көміртек 4 валентті оксиді бөлінеді. Осы есепті бірге шығаратын боламыз. Мына жерде осы реакция жүреді. Натрий сілтісіне осы көмір қышқыл газымен әрекеттестіргенде түзілетін өнімдер. Мына жерде кішкене түсініксіз болуы мүмкін, не түзіледі деген сияқты. Мынау мысалы ерітінді болса, мынау газ. Енді былай қарайтын болсаңыздар, мынау натрий, мынау С-нің орнын басып алу деген бұл жерде бұндай жүрмейді. Өйткені мына СО2-нің өзі бір бүтін болып табылады, яғни ол ажыралмайды. Мынау оттегінен көміртегі ажыралмайды. Мысалы, натрий оттегімен бірге кетсе, онда СО бұл жерде дұрыс емес нәрселер түзіледі. Сондықтан да бұл жерде кішкене басқаша ойланамыз. Реакция не түзіледі дегенде. Натрий H СО3. Мына жерде СО2 ғой, 2 оттегі, мына жердегі оттекпен 3 болады. Сол кезде бізде тұз түзіледі, яғни қышқылдық тұз түзіледі екен. Яғни біз тұздар тақырыбында айтқан болатынбыз, қышқылды тұздар болады және негіздік тұздар болады деп. Бұл жерде яғни қышқыл тұз түзіледі екен. Натрий HCO3 деген. Түзілген өніммен былай реакцияны теңестіру үшін қарайтын болсақ, барлығы тең екенін көруге болады. Натрий біреу, H біреу және CO3. Жай ғана қоса салдық оттегісін. Барлығы дұрыс, теңесіп тұр. Енді бізге берілген натрий OH-тың 20 граммы берілген. Осы 20 грамм арқылы біз берілген барлық мәндерді таба аламыз. Ол үшін бізге бірінші табу керек нәрсеміз түзілген тұздың массасы қанша деп тұр. Яғни түзілген тұз, мынау қышқылдық тұздың бізде массасын анықтау керек. Оны мен өзіме түсініктірек болу үшін астын бір сызамын да. Мысалы, бұл белгісіз зат мен үшін, X грамм деп жазып қоям. Осының массасын анықтаймыз. Ол үшін ең бірінші біз натрий сілтісінің зат мөлшерін тауып алатын боламыз. Өйткені бізге оның массасы берілгендіктен біз зат мөлшерін анықтай аламыз. Сондықтан да осы берілген шама бойынша біз кез келген нәрсені кез келген затты таба алады екенбіз. Яғни осы берілген шамаға байланысты. Яғни натрий OH бізде белгілі. 20 грамм. Ал енді осының зат мөлшерін анықтап аламыз. Яғни мына жерде 20-ны 40-қа бөлеміз. 20 ол натрий OH-тың массасы, ал 40 деген молекулалық массасы, яғни натрий 23, оттегі 16, сутек 1 қосқан кезде 40 болады. 20-ны 40-қа бөлгенде 0,5 моль болады екен. Әрі қарай енді осы моль арқылы біз мынау тұздың массасын анықтайтын боламыз. Былай қарасаңыздар, реакция бойынша алдында коэффициенттері 1:1. Сондықтан да ешқандай пропорция құрып анықтаудың қажеті жоқ. Бәрібір осы 0,5 моль шығады. Сондықтан да осы тұздың массасын анықтаймыз. Анықтау үшін осы мольді пайдаланамыз. Яғни мына жерде массасын анықтап алдық. Бұл жерде 0,5-ті пайдаландым. 84 деген мынау натрий HCO3-тің мрі. 23-ке 1-ді қосамыз, оған 12-ні қосамыз және 16-ны 3-ке көбейтіп барлығын қосатын боламыз. Сол кезде 84 болды. 84-ті 0,5-ке көбейткенде 42 грамм осы тұздың массасы екен. Енді біз келесі екінші реакцияны жазатын боламыз.
Бізде яғни келесі реакцияда осы түзілген тұзды дейді тұз қышқылмен әрекеттестіргенде түзілген мынау тұздың және көмірқышқыл газының мынау көлемінің массасын анықтау керек деп сұралған. Яғни бұл жерде реакцияны қарайтын болсақ, мына жерде натрий сутектің орнына келіп натрий хлориді болады. H2CO3 деуге де болады. Екі сутек қосылып кеткенде H2CO3 түзіледі ғой. H2CO3-ті біз осындай қышқыл, көмірқышқыл газы және су түрінде де жазуға болады деп айтқан болатынмын. Осылай күйде жазуға болады, немесе H2CO3 деп жазуға болады. Бұл жерде енді кәдімгідей жағдайды көрсетіп тұр, яғни көмірқышқыл газының көлемін анықтау керек деп тұр. Енді анықтау үшін бұның барлығына бізге зат мөлшері керек қой. Осы бір зат мөлшері басында анықтаған зат мөлшерімен есептейтін боламыз. Өйткені мынау тұзды әрекеттестіргенде мына алдыларына қарайтын болсақ, мынау алдында коэффициенттері бәрінде 1 болып тұр. Мына реакцияда бәрі тең. Реакцияның екі жағы тең. Сондықтан да осы 0,5-ті масса анықтауда және көлем анықтауда қолданатын боламыз. Мінекей мына жерде анықтап алдым. Массасы натрий хлоридінің осы 0,5-ті мріне көбейттім. Яғни натрий 23, ал хлор 35,5 қосқан кезде 58,5 болады. Оны 0,5-ке көбейткенде осындай масса шықты. Көлемін анықтау үшін бізде осындай формула бар, яғни ню көбейтілген ВМ. ВМ бізде тұрақты шама 22-де 4-ке тең. Осыны 0,5-ке көбейте қоямыз. Сол кезде 11,2 литр болады екен. Яғни сіздер осылай оңай жолмен анықтай аласыз.